достарке, короче, мен айтайын деп тұрмын да. Мен, короче, Аруна соларды білмесіңіздер. Короче, мен екінші тәсісінің осының екіншісінде сендерге түсіп солардың бәрін айтып берем. Мама папалардың аты кім, оның анау сол балақшағылардың аты кім, білсеңіздер біліңіздер, білмегендер бар ғой арасында, соларға айтып берем. Мен короче сол Арунаға ежашысы білесіздер ғой, соны жігіті ғой Арунаның. И короче сол Арунамен ежасыға мен күнде лайк басам, видеоларына лайк басам, видеоларына комментарий жазам. Күшті, мен сіздерді қолдап жүрмін, бір нәрсе етіп. И то мен болған оларға мен номерің алдыңда бір неде көріп қалдым. Арунаның номерін, короче. И соны жандадым. Аруна алды. Сол кезде мен шок болдым, достарке. И то Аруна көзайы мен әлі көші. И то мен видеозвонокпен звондадым да, видеозвонокпен. И олар алды, мен сөйлесті. Мен кәдімгідей шок болдым. И сосын Марғұлан деген бір оның несі бар. Қазір енді атай берейін, достарке, екінші жасысында емес, короче, Марғұлан деген інісі бар. Мамасының аты кім еді? Мамасының аты короче, мамасының аты бір нәрсе адам бастала ма? Білем. Достарке, комментарий жазып кетіңіздер, кім аты? Мен айтайын пока что. Короче, сөйтіп оларға звондадым. Марғұлан деп келді. Марғұлан, жаным-ау. Мен өзімнің інім бар да, и соған ұқсайды түрі. Бірақ менің інім уже Астанаға кетіп қалған. И уже мен інімді сағындым ғой, блин. Қатты сағындым, қатты. Өйткені олар Астанаға кетіп қалған. Бірақ мен бұйырса біз барамыз ғой енді. И короче сөйтіп қатты сағындым. И шығып жүрдім, достарке. И көзайым Алина жылама. Біз Алматыдамыз. Короче, екінші жасыға кіріңдер, достарке, болыңдар.